Bismillah deb basayıq sözдің басын, алмейді көтерген қазағын қойдың басын. Ассалаумағалейкум, шежірелі ағайын зерделі замандас, армысыздар қымбатты тойшы қауым. Бүгін мінекей 18 мың ғаламда жаратқан Аллаға сансыз шүкір деп той бастайық. Киелі әулиятаның төрінде, 2000 жылдан астам тарихы бар Тараз шаһарының төрінде, Ұлы Жібек жолдың белінде, Сәулім інжу маржан салтанат сарайында бірімізге аға, бірімізге бауыр замандас, қазақ шежіресінің тұғырынан орын алған қасиетті Жаңабай елдің асылдай азаматы, ардақты Қалыбек ағамыздың, Сәуле жеңгеміздің шаңырағында ұлы той Ақтүйенің қарына жарылған күн ардақты ағайын. Қазақта айтады, ел болам десең, бесігіңді түзе. Бесігіңді түзейін десең, қыз балаға құрмет көрсет дейді. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету дейді данадалқымыз. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі емес бардақты ағайын. Ағалмастай жарқылдаған жанары, әрбір істің алтын кілтін табады. Бүгін міне арулары қазақтың тәуелсіздік көшін бастап барады. Қазақ арулары қашанда жасасын деген тілегіміз бар ардақты ағайын. Кеше ғана ауланың сән әнімен тербесе, бүгін қауырсын қанаты қатайып, ұямыздан ұшқалы тұрған, әулеттің үлкендерінің, жекжаттарымыздың, туыстарымыздың батасын алғалы тұрған, өз алдына отау құрғалы тұрған салтанат қызымыздың барған жері бақытты болсын, өзі бақытты болсын тілегіміз ардақты ағайын. Ендеше бүгінгі салтанат қызымыздың дәстүрлі қыз ұзату дүркіреген мерейлі тойына қош келдіңіздер қымбатты тойшы қауым. Той құтты болсын. Жаңабай елінде дүркіреген той болса, қадірлі ардақты ағайын, киелі Топпай елі шырайлы меркеден, киелі
әулетаның төрінен келген жаңа құдалар Ботпай елі тойдың төрінде отырадық тағайын. Қазақ елі құдаларын қашанда құдайындай сыйлап, жамандыққа қимаған елміз. Төскейде малымыз, төсекте басымыз қосылған, атасы бөлек болса да батасы бір қарқарал елміз. Өзінде көздегін жарып, ат тізгінін қолға алып, бүгінгі тойымыздың төрінде хан төрінен орын алып отқан Ботпай елі, шыққан төрлеріңіз құтты болсын жаңа құдалар, мәңгілік құда болатынын қол соқпаңыздар ағайын. Ал ендеше ардақтағы ағайын, қымбатты тойшылғау, көптен күткен ұлы той, қазақ тойды байғаннан жасамай, міндетте жасайды ардақтағы ағайын. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді дана халқымыз. Сіз боп, біз боп бүгін тойға атсалсайық. Ендеше бағана ғана мен тойға кіріп келген кезде жеңгелеріміз қолға салды, күйеу боламыз. Қандай екен, қандай жігіт екен, тіл байлығы қалай, іскер ма, спортқа қалай, жалпы күйеу боламызбен жақын танысып алайық деді ардақтағы ағайын. Күйеу баланы көрген жоқпын, қазақта айтады, пайғамбар күйеу баласын сыйлаған дейді. Өздеріңіздің қошеметтеріңізбен, ыстық ықыластарыңызбен күйеу баламызды қарсы алайық. Ақын жыраулармен, сал серілермен келді дейді ағайын. Жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер, мына біз жігіттер, арбандай біздің жігіттер, мені Рахмет. Ал жігіттер қош келдіңдер, ассалаумағалейкум деп қояйық. Ал енді қайсын күйеу бала болдыңдар, қандай мақсатпен келдіңдер, бірінші кезекте өздерін таныстырсаңыздар. Ассалаумағалейкум, мен болам күйеу балаларыңыз, есімім Нұрсұлтан, Ботпай елінен шыққан мынау жолдасым Темір атты жігіт. Сіздердің ұршықтарыңызды, қыздарыңызды алуға келдік осы мерейтойға. Жақсылық пен көш бастаған ғасырына жақсылап бір қол соғайықшы, Нұрсұлтандай күйеу баланың асылын ардақтағы ағайын. Күйеу баланың жүрегі тірілдеп тұр, осы тойда не айтсам деп келдеп күлімдеп тұр. Бойы ұзын, денелі, сымбатты күйеу баланы көрген кезде бойының қысқа болып толғанына жыным келіп тұр ағайын. Бақытты болыңыздар, қадамдарыңызға Аллах нұр жаусын. Ендеше кешіміздің жарық жұлдызы, ақылына көркі сай, айдай сұлу, салтанат аралымызда өздеріңіздің қошеметтеріңізбен, құрбыларымен бірге ғасырайық ардақтағы ағайын. Жеңгелерімізбен құрбыларымен келеді. Қошемет аямаңыз ардақтағы ағайын. Қызымызға деген құрмет болсын. Қызымызға деген құрмет болсын ардақтағы ағайын. Қошемет аямаңыздар. Әр жаңада той болсын дәл осылай. Айналайын, ардақты жеңгелер, сіздерге үлкен келер, рахмет. Ал Нұрсұлтан гүлшаттарын табыстауға рұқсат. Қазақ айтады, көш бастайды жігіттің нар өзіне лайық, жолы болар жігіттің жар өзіне лайық дейді. Қосақ қодай жарасқан екі жас, жұптарыңыз жазылмасын, той думан табылдасын.
бақыттың базарында Алланың назарында болыңыздар. Таудай талап бергенше бастарыңызға бармақтай ғана бақ берсін деген біздің тілегіміз. Енді ағайынның қошеметімен жастарды той төріне шақыруға рұқсат етіңіздер ағайын. Жастар бақытты болсын, қымбатты ағайын. Қадірлі қонақтар, ханымдар мен мырзалар. Ал ендеше шаттықтың бірге тасап тасқанымен, қариялар жолықсын жас күнімен, үлгі алсын жас ұрпақтар той басталып, ежелгі ата-баба дәстүріменен, бата менен ел көгереді, шаңғыр менен жер көгереді. Қымбатты ағайын, қазақта кереметтей өсиетті өнегелі сөздер өте көп. Бетеге кетсе бел қалар, беттері кетсе ел қалар, берген кетсе нен қалар дейді. Берекесі мен мерекесі жарасқан, сәнімен әлі жарасқан дүркіреген тойымыздың төрінде әулеттің тірегі, осы әулеттің атасы мен әжесі деп асқан құрметпен асаба төріне әулеттің үлкені Қалдыбек атамызды, Жүрсін апамызды асаба төріне шақырып, ақ батамен той бастауға рұқсат беріңіздер, қымбатты ағайын. Қалдыбек ата, Жүрсін апа, той құтты болсын, асаба төріне келіңіздер, ақ баталарыңызды беріңіздер, той ашып беріңіздер мәнекей. Жас үлкендер өз алдына бір төбе, олар кеткен қызметің де мәртебе. Бәрекелді балам десе болғаны, бақ құсыңның басыңа кеп қонғаны. Ата сөзі қасиетті киелі, аталар сөзі шаңғажайлы тиеді. Ата әжелер сөзі өмірімізге өнеге, жолымыздағы көп бөгетті жеңеді. Той тәрбие мектебі дейді ана халқымыз. Ардақты қымбатты Қалдыбек ата, бүгінгі әулеттегі дүркіреген қуанышты той құтты болсын. Өзіңіздің ақ батаңызбен той бастайық. Рахмет. Ардақты ағайын, құрметті құда жекжат, қадірлі бауырларым, тойға жиналған менің бауырым Қалдыбектің қуанышын бөлісуге келген тойшы қауым, той құтты болсын. Бүгін мына жұма күні сәтті күн, осы екі жастың тойына ортақ болайық, тойларына келіп қуаныштарын бөлісейік деп келген залдағы азаматтардың барлықтарына басымызды иіп сәлем береміз. Рахмет, уақыттарыңызбен келгендеріңізге. Ал енді той болғаннан кейін сол тойды жақсы өткізу керек. Есте қалатындай осы жас азаматтарымыз, балаларымыз мәңгі бақи осы тойды естен шығармайтындай өткізу үшін сіздермен біздер атсалысып, қолымыздан келгенше ән күй, жыр айтып, би билеп дегендей той өткізейік. Ал енді бір ауыз сөз, бұл менің үшіншінің өзімнен кейінгі Қалдыбектің ең кіші кенже қызы Салтанат. Салтанатты бір ауыз айтып кеткім келеді. Өзі қандай нәзік болса да, жаны да сондай нәзік. Көркіне ақыл сай, былайша айтқанда оқыған, аздап қана біздің қалада көп жұмыс істеген жоқ. Қазір Астанада қызмет жасап жатыр. Сол Астанада, Жамбылда бір жыл, 2 жылдай жұмыс істеді. Сол кезде жұмыс істеген коллективтері маған өмір айтады. Салтанатымыз қайда?
қай жерден көрді дегенде сондай салтанат қызымыз ақылды, парасатты, еңбекқор, сол не дейміз? Жаңа тамада айтып жатыр ғой Асаба. Қыз өссе, елдің өркі, гүл өссе, жердің көркі деп. Балам, барған жеріңді бақыт деп. Қазақша айтқанда судай сіңіп тастай бар. Біздің бауырларымыз екен, Шымыр Болтбай бір туған, Жаңабайдың соған туған. Біздің фамилиямыз Шымырдың фамилиясында. Біз Назбаевтар семьясымыз, әулетіміз. Назбай деген Шымыр. Сондықтан бауырымыз екен, сол бауырымыздың еліне бар бақыт деп, өзің сол елдің кейін сарысты, ақылды, үлкен Абайдың анасы сияқты, Зира апамыз сияқты азамат болды. Тойға жиналған қауым уақыттарымыз бөлмей, тойды ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Құрметті менің қайным мен абысыным, көзің ақ мен қарасындай кішкентай кенжетайларыңды бүгін өз еліне аттандыруға, дастархан жайып ағайын жұрт туысқан құда жекжатыңды ризашылығын алайын, батасын алайын деп той жасап жатсың, тойларың құтты болсын, той қыласын. Ал қарақтарым, менің аналық сендерге айтатын батам, қосақтары мен қосағандар, бақытты болыңдар, үбірлі шүбірлі болып өсіп өніңдер. Алладан не тілеген тілектерің болса, Алла соны қабыл етіп орындауға нәсіп етсін. Екі елдің елшісі болыңдар, қызметте абыройлы, мақсаттарына жететін асқақтаған еліміздің қадірлі де қасиетті азаматы болып үбірлі шүбірлі өсіп өніңдер. Той боласын. Рахмет. Сіздерді ата-апа деуге қимаймыз, бірақ десек те, өз уақытысымен әке болу, ана болу бір бақыт, өз уақытысымен ата болу, әже болу бір бақыт. Мына берген баталарыңыз, тілектеріңіз қабыл болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, жүздеріңіз жарқын болсын, жұптарыңыз жазылмасын, той думан дамылдасын. Құрметпен той төріне шақырайық, той көріңіздер ата-апа. Қанекей, сөйлетіңіздер. Тояр бөлмесін, ақ тілек бата жатылған қазақтың. Рахмет. Қадірменді ардақтағы ағайын, қазақ даласында, қазақ баласында бір көрген қуанышты той, мінекей қос қуаныш, Елордасы астанасы Бас қаласының 20 жылдық мерейтойы қарсаңында киелі Мазбаевтар әулетінде де бір көрген той өтіп жатыр. Ал ендеше қымбатты ағайын, бүгінгі тойымыздың төріне ел ағасыз болмас, тоңшы ағасыз болмас дейді. Тас түскен жеріне ауыр өмір деген қымбатты бауыр дейді. Осы салтанат бауырымның тойы әдемі өтсеген, бақытты болса екен деген ниетпен осы Жамбыл облысына белгілі өнерде өзіндік қолтаңбасын қалдырып үлгерген азамат, тойға арнайы дайындалған салтанаттың ағасы Мұхағалиұлдарыңызды әсем әнімен қарсы алыңыздар. Қошеметпен азамат өріне шақырайық. Ән орындайды. Құрметтерім, қонақтарымызды құрметті. Солтүстік ел аман
жаман ба, амандық білген жаман ба, жаман ба. Менен жүрегімді ұстап әз басым дейіп сәлем беремін, қазақ елінде сәлем